Егер сіз дәрігер болсаңыз, будкаңызда неге полиция деп жазылған? Жиіркеніштісін-ай, бұл не? Бұл алма. Алманың дәмі жаман екен. Алманы ұнатам дедіңіз ғой. Мен алманы жек көремін, маған йогурт берші. Мен йогуртты да жек көремін, дәмі біртүрлі екен. Оны өзіңіз суадыңыз ғой. Жаңа ауыз, жаңа ережелер, өзімде түсінбей жатырмын. Не болды, сізге беденге болды ма? Неге маған кәдімгі тамақ бере алмайсың? Сен қызсың ғой, бірдене қорсаңшы. Бекон. Бұл бекон ба? Сен не? Мені уландырмақшысың ба? О, міне керемет. Бұл бұршақ па? Бұршақ деген жаман, дәмі нашар екен. Нан мен май. Енді бұл басқа әңгіме. Көзіме көрінуші болма. Сәбіз баби. Сәбіз? Есін ауысқан ба? Жоқ, күте тұр. Маған керегі тәттікілерге қосылған балық таяқшылары. Сіз күлкілісіз. Расымен бе? Күлкілі болу жақсы ма? Сенің атың кім? Эмилия Понт. Вау, керемет есім. Эмилия Понт. Ертегідегідей атау. Эмилия, біз қазір Шотландиядамыз ба? Жоқ, бізге Англияға көшуге тура келді. Бұл жер ұнамайды. Сонда ата-анаң ше, олар қазір жоғарыда ма? Дегенмен олар үйде емес сияқты. Менің ата-анам жоқ. Тек апайым бар. Ал менің апайым да жоқ. Жолыңыз болыпты. Білемін. Сонымен апайың, ол қазір қайда? Ол үйде жоқ. Сонда ол сені жалғыз қалдырды ма? Мен қорықпаймын. Әрине жоқ. Сен ешнеден қорықпайсың. Аспаннан бұтқа құлады, оның ішінен адам шығып, сенен тамақ сұрады. Ал сен ешне болмағандай отырсың. Менің не ойлайтынымды білесің бе? Не? Қабырғадағы сызат бұдан да қорқынышты болуы керек.